Сауат ашу 150-ші сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нәтиже сабақ, мен не үйрендім. Салт дәстүр және ауыз әдебиеті тақырыбы бойынша. Бұл сабақта сен сурет бойынша мәтін мазмұнын болжайсың, каллиграфиялық талаптарға сай жазасың. Балалар, бүгін біз салт дәстүр және ауыз әдебиеті туралы білімімізді тиянақтаймыз. Қазақта салт дәстүрлер өте көп екенін білеміз. Солардың бірі бесікке салу, тұсау кесу, бата беру, қыз ұзату деген сияқты дәстүрлер. Ал халық ауыз әдебиетіне мақал-мәтелдер, төрт түлік жырлары, батырлар жыры, шешендік сөздер, аңыз, жаңылтпаш, мысал, ертегі, жұмбақ жататынын білдік. Ауыз әдебиетіне сонымен қатар балалар өтірік өлең де жатады екен. Ендеше мына тапсырманы орындайық. Бірінші тапсырма: суреттің көмегімен өтірік өлеңді жалғастыр. Мініп алып, өрмеледім ғарышқа, алып келіп, көрсеткенмін көп жұртқа. Яғни балалар, сурет бойынша көп нүктенің орнына сөздерді қойып, өтірік өлеңді жалғастырып көрейік. Екінші тапсырма: суреттерді ата, олардың қандай ойынға қажет екенін тап. Үшінші тапсырма: саған қандай ойын ұнайды? Қандай ұлттық ойындарды білесің? Осы сұрақтарға жауап берейік. Енді балалар, дәптермен жұмыс. Дәптерімізге жұмбақты көшіріп жазып, шешуін табайық. Қар мұз еріп, су көбейіп, сай-салаға толады. Бүршік жарып, жарық ашып, гүл бәйшешек басады. Бұл қай кезде болады? Жұмбақты әдемі көркем етіп көшіріп жаз, шешуін тап. Жарайсыңдар балалар, сабаққа өте жақсы қатысты деп ойлаймын.